Екінші жекпе-жегіміз басталуға жақын. Ерген Жолдыбаев және Амирхон Латифов арасындағы айқас. Ерген Жолдыбаев Қоян-Қолтық Қазақстан чемпионы және де әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Сонымен қатар жекпе-жек спорт түрінен Қазақстанның 2 дүркін чемпионы деген атағы болса, Латифовтың ММА бойынша Тәжікстан чемпион деген атағы бар. Алғашқы жекпе-жек. Қазақстандық жауынгер қазір 2 соққыны бірдей жеткізді. Тәжікстандық жауынгер аяққа жасанды ұмтылыс жасау арқылы бір жаңылдырып алғысы келгендей қарсыласын. Жігіттердің жалындап тұрған жас екендігін ескеретін болсақ, бұл азаматтар өте сондай динамикасы жоғары айқасты бірден алғашқы секундтардан бастап кетті. Айқас алаңының ортасында Жолдыбаев қазір қарсыласына жұмыс істеуге мүмкіндік беріп көрді. Жақсы өлкек және Латифов. Екі айқас өткізген 2 жеңіске жеткен тәжікстандық жауынгер тәжірибелі болып танылады. Дегенмен Жолдыбаев өзіне сенімді. Енді Қоян-Қолтық әлем чемпионатының күміс жүлдегері деген атақ бұл әуесқой деңгейде біраз биіктерді бағындыра алды деген сөз. Тәжікстандық жауынгер қазір тағы да бір ұмтылыс жасайды. Бірақ Жолдыбаевтың тосқауылына тап келді. Жігіттер қазір тік тұрып айқас салуда да, сонымен қатар белдесу дейікші, күреске кірісетін амалдарымен де тамаша көзге түсуде. Тағы да Жолдыбаев. Ерген шынымен болып тұр мерген, өйткені тіке жасаған соққылары, оң қолмен бағыттаған соққыларының басым көпшілігі нысанасына жақсы тиюде. Очень хладнокровный. И самое главное, так размеренно действует Ерген Жолдыбаев. Успевает пробивать удар ногами. Вовремя отходит на дистанцию. Успел уже защищаться при попытке тейкдауна от Латифова. Но мне кажется, вот таджикский боец явно готов к 3 раундам. А вот готов ли Жолдыбаев, это вопрос. И он инициирует борьбу и даже переводит соперника, но попадает в гильотину. Захват очень получился слабый. И Жолдыбаев все-таки голову свою достал и спасся в этом эпизоде. Вновь стойки продолжит. Ергеннің қолдауы өте керемет, енді түсінікті. Жергілікті жауынгер. Жалпы Қазақстан фанаттарының барлығы оны қолдайтыны түсінікті. Дегенмен бұл Жолдыбаевтың иығына артылатын қосымша жүк. Латифов сияқты осындай жас әрі жеңіс дәмін таппаған қарсыласпен айқас салу. Сонымен қатар қазір оның жақсы тіке соққы жақ тұстан жанай тиді тәжікстандық жауынгерге. Қандай жақсы. Жолдыбаев өте сенімді қазір жұмыс істеп жатыр деп айтсақ болады. Шикарный правопрямой от него. И опять Латифов ничем не скрывает. Даже он и свой проход забивает Жолдыбаев. Жекпе-жек. Шындығында Ерген бүгін ерледі. Тамаша дебют. Мен ойымша бұл азаматтың болашақ жарқын деп сенімді түрде айтуға болады. Гарантированно большое будущее у парня, и это заметно. Когда ты в дебюте ведешь бой вот в таком стиле, когда ты спокоен, когда ты грамотно держишь дистанцию, а в соперниках у тебя, замечу, очень опасный проспект из Таджикистана. 2-0 деген рекордтың иесі, енді ол тектен-текке бір жеңіл әлсіз қарсыластарды ұтқан жауынгер емес. Тәжікстанның ММА бойынша чемпионы деген, ол жақта ММА мектебі, ММА-дің әлеуеті өте жоғарғы қатында дамып келе жатқандығын білеміз. Сондықтан Амирхон Латифов өте жақсы қарсылас болды. Өте қауіпті қарсылас болды. Бағанағы аяқ алысын көрдік, қаншама күреске тартты. Және де здесь подчеркну один факт.